Сәлем достар, бүгін біз тез жасалатын чак-чакты әзірлейміз. Ол үшін 4 жұмыртқамыз бен сүтімізді жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін бізді массамызға ұнды, қопсытқышты және де ваниль қантын қосып, жақсылап силиконды қасықпен араластырып отырамыз. Егер де рецепт ұнап жатса, лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаймыз достар. Сонымен қатар жоғарыда өте дәмді шоколадты печеньенің сілтемесін қалдырамын. Сілтемеден өтіп, міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Енді қолымызбен қамырымыздың басын біріктіреміз. Бізде жұп-жұмсақ қамыр шығу керек, және де қамырдың бетін жауып 30 минутқа алып қоямыз. 30 минут өткен соң қамырымызды 4 бөлікке бөлеміз, әрқайсысын жұп-жұқа етіп жаямыз. Одан кейін видеодағыдай соломкаларды жасап, ұсақтап тураймыз. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Қамырымыз жабысып қалмау үшін араларына ұн себеміз. Артық ұнды осылай видеодағыдай алып тастаймыз. Енді қыздырылып тұрған табада чак-чактарымызды шамамен 2-3 минуттан қуырып аламыз. Осындай сарғыштау түс келген кезде барлық чак-чактарымызды сүзгішпен сүзіп аламыз. Енді чак-чактың сиробын әзірлейміз. Ол үшін қантты, балды және де суды осылай орташа отта барлығын жақсылап езіп аламыз. Біздің массамыз, сиробымыз сәл бұрқылдап қайнағаннан кейін осылай чак-чагымыздың бетіне құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Дайын болған чак-чактардың мен бір бөлігін осылай тарелкеге салдым. Сосын қолымызды сулап, барлықтарының басын біріктіреміз. Ал қалған бөлігін осындай пакетке салып, тоңазытқышқа 4-5 сағат қалып қоямыз қыздар. Сонымен қатар, егерде чак-чагыңыз жұмсақ болу үшін міндетті түрде балды қымбаттау алған жақсы. Мінеки біздің осылай 4 бұрышты жасалған чак-чагымызды енді тоңазытқышқа саламыз. Рецепт ұнаса лайк басуды ұмытпаймыз достар. Сонымен қатар менің каналымда басқа да рецепттер бар, таныс бола аласыздар. Ас болсын!